бір love story болыпты. Өте әдемі шығыпты. Жаңбырдың астында серуендегенсіздер, енді сезімге толы видео болып шығыпты. Негізі арнайы видеограф шақырдыңыздар, иә? Біздің жеке мобилограф бар, біз Аида деген. Мәссаған, Аида. Үлкен рахмет оған, алғыс. Сіз жаңа деңгейге шығып жатсыз, жарайсыз. Әдемі түсіріпсіз. Иә, рахмет көп болсағам. Жарайсыз. Негізі бұл кездесу жыр болды негізі кеше. Негізі басқа локация болған, басында басқа адам түсіретін болған. Ол локацияға бардық. Ол локация 6-ға дейін істейді. Ботаникалық бақ білуімше, е? Бұл ботанический сад, е. Бірақ бұған дейін басқа локация болған негізі. Күндіз барғанбыз локацияға. Сөйтіп ол локация 6-ға дейін істейді. Басқа адам келетін адам аяғы келмейтін болып қалды. Настроение түсті. Жаңбыр жауды. Не істейміз енді? Не қыламыз? Айдан шақырайық дедік. Айда айттық. Келесіде сіздер Айдан шақырыңыздар, басқа ешкім шақырмай. Әдемі етіп түсіріпті сіздерге күшті. Я осы алдындағы кездесудегі видео тоже негізі Аида түсірген болатын. Аиданың көмегі көп тиіп жатыр бізге, енді ортамызда айтып қояды өзі. Фанаттым деген сайын. Фанаттым деген сайын тегін. Жеп, мәз болып жүреді түсіріп. Рахмет. Жақсы. Ал кездесу енді әдемі өтіп жатыр, сіздерде әңгіме қалай болып жатыр? Прогресс бар ма қарым-қатынаста? Әңгіме барлығы жақсы. Я негізінде бізде коннект бар. Басында айтқандағыдай, бірақ соңғы әңгімеден кейін Фараның ой кішкене өзгерген сияқты, енді көзқарасы өзгерген сияқты болып көрінді. Енді өзіне де осы нәрсені сұрақ қойған болатын, толық жауап алған жоқпын. Соңғы әңгімелесуде Фархат негізі тақырыпты жылы жапты ғой. Ары қарай өршіп кетпесін, әрі қарай тақырыпты талқыламай-ақ қояйық деп, ер азаматтығына салып, жаба қояйық тақырыпты деп, осы жерде эфирде артық ештеңе айтылған жоқ. Білгім келгені, бұл нәрселер қаншалықты дәрежеде әсер етті, оның маған деген отношениясына деген сияқты соны сұраған болатын. Бірақ нақты жауап берген жоқ енді. Менде де андай тревожный адам болғаннан кейін всегда миымда сұрақтар қайталана береді. Сол нәрселер өзінен тағы да сұрағым келіп тұр. Сұраңыз? Сұра? Сұрадың да? Енді ол тема жабылды ғой, қайта қозғап қазір айтудың бір мәнісін көріп тұрған жоқпын. Не дегенмен ішінде бір тревожность бар деп отырсың ғой, енді жай жауап берейін, айтайын бәрін как есть. Шынын айтқанда, иә, бәрібір ол нәрсе әсер етеді, ол нәрсе есіңе түседі, ол нәрсені ойлайсың. Бірақ оландай күні-түні ойлап, оны уайымдап жүрген жоқпын. Просто бір мезетте есіңе түсіп кетеді, сөзі деп қаласың да, құрсын дейсің, ұмытасың. Енді сырт жақтан көрінеді дейді ғой, білеймін, мен саған бір ешқандай суықтық бір танытқан жоқпын деп ойлаймын осы күнге дейін. Күнделікті кездесіп жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз, барынша ашылып жатырмын. Не дегенмен ондай ішкі түйсікпен жүре берсең, өйтіп оймен Фархатыма суып қалды ғой, сондай сияқты ойсаң, сол нәрсемен жүре беретін сияқтысың негізі. Негізінен. Өйтіп ойлау қажет жоқ, бәрі жақсы. Ол нәрсемен түсіндім, кешірдім, ол нәрсені жабылды. В общем, сол бәрі жақсы негізі. Ешқандай реніш, ешқандай бір... Жалпы кешіріп, жалпы ол нәрсені ұмыттыңыздар? Мен ұмыттым, ұмытпаған сияқты ғой. Негізі әрине қыз баласы болғаннан кейін қандай ситуация болса да оның үстінен жылап қалды өткен жолы. Біліп алайын, сізден сұрап алайын. Бір жігіттерде көбіне болып жатады ғой, ішінде сақтап жүреді, біраз уақыт өткеннен кейін кейде айтуы мүмкін. Сондай болмасын деп алдын ала сұрап жатқаны шығар? Иә, мүмкін. Жақсы, енді былай ғой, негізі өткен жолы мен бір ойлағам сіздерге қарап, енді сіздің ұлыңыз бар, иә, Фархат? Таныстыру деген сіз үшін қаншалықты маңызды? Алдағы уақытта қандай қарым-қатынас болады Мадинаның тарапынан деген сияқты кездесулер? Ол тақырыпқа келетін болсақ, мен сразу айтайын, мен балама ана іздемеймін. Өзінің анасы бар, анасының қолында өсіп жатыр, анасының тәрбиесін көріп жатыр. Мен өзіме жар іздеймін. Енді Мадина білуімше, ол бала деген негізі балажанмын деп айтты. Бала деген жақсы көремін деді. Ол жағынан бір қиындық туындайды деп ойламаймын. Ал бірақ жаңағы таныстыру деген жақын арада болуы мүмкін ба? Енді мен олардың кіші ғой әлі, 3-ке толады.
ол нәрсені түсінбейді қақпайды деп ойлаймын ол нәрсені. Енді уақыт келе бәрін таныстырамын ғой, ол болатын нәрсе, ол болашақта, ол ешқайда қашпаймын, істемеймін, әрине таныстырамын уақыт келген кезде. Әр нәрсе өз уақытымен. Иә. Не айтайын деп жүрсіз, Мадина? Балсахан. Жалпы енді бізде тәтті әңгімелер өте көп та негізінде. Арамызда болып жатқан деген сияқты. Бірақ осы жерге келген кезде не айтамыз деп бәрін ұмытып қаламыз, есімізден шығып кетеді, білмеймін. Қазір есіңізге түсіріп алыңыз. Оразғали. Қайырлы күн. Жағдайларыңыз қалай, жақсысыздар ма? Жақсы. Мен де жақсымын енді. Сол футболды уайымдап, бүгін ұйқым қанбай әлі сол кешігіп келіп жүрмін ше. Сол кешірім сұраймын. Енді Мадина, саған қоятын сұрағым. Мынандай болып тұр. Жаңа айтып отырсың да өзің, Фархат суып қалған сияқты, кішкене маған көңілі аумай қалған сияқты деп ше. Оны сезіретіндей саған қандай әрекеттер болды? Болды ма ондай әрекеттер жалпы? Ол тараптан. Сен өзің ойыңа сондай күдік әкелетіндей әрекеттер болды ма? Немесе сөздер? Жоқ, ол негізінде адамның бір-біріне деген отношениясы болмаса, бір сөздерінен белгілі болады да. Кей кезде болады бір жай ғана андай бір болады ғой, суық взглядтар болады. Или болмаса бір сөзді тонында да андай суықтық байқалады да, сол кездерде мен андай кішкене нетіп қалатын бар, ойланып қалатын бар, сондай жағдайдан ғана байқадым негізінде. Көп жағдайларда бізде сол жағынан неге өйтіп қарап қалдың, неге ондай тонмен сөйледің деген сияқты менде сұрақтар болып жатады. Енді ондай моменттерде негізі қазақта жақсы сөз бар ғой, қорыққанға қос көрінеді деп. Сен өзіңнен өзің, өз көлеңкеңнен өзің үркіп, сәл кішкене артыңда қуыстығың болғаннан кейін үркіп жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен артымда қуыс болатында ештеме жоқ деп ойлаймын. Негізінде ол жағынан емес. Ол жай ғана адамның бір-біріне деген отношениясын жақсы қалпында сақтап қалу мақсатында ғана шығар, менде солай. Негізі осы жерден айтып кетейінші. Негізінен қыздар бір қызық тұлға ғой негізі бұл өмірде ше. Бәрі жақсы болып жатса, ойлайды, неге бәрі жақсы деп. Арт жақтан бірден шұқылай бастайды, бірден ойлай бастайды, сөйтіп ұрыс керіс болады. Негізінен ше. Қыздар қауын айтып келеді, бәрі жақсы болған кезде сол моментпен рахаттанып жүрсеңіздер деп айтып келеді негізінен. Ештеңе ойламай. Айтып кетсем болма, қайырлы күн барлықтарыңызға. Енді Фархат пен Мадина өте жарасымды отыр. Енді ол жағынан Фархаттың да түсінігі мол жігіттердің қатарынан ғой. Енді мына жақта Бекзатқа айтқым келіп отырғаны, осы Бекзат ағамыз осы ортаға кір келтіріп тастады да, сомнение туғызды да, сізді көріп қалғанымыз бар. Алдыңғы эфирде өзіміз білеміз, енді Мадинаны аузынан кіргісі келіп жылауға дейін барып, Мадина mesela сезім бар дегенде әңгімелерді айтқан болатын. Енді сыртта футбол ойнап жүріп, басқа қызға победамды арнаймын дегендей мақсатпен жүгіріп жүрген видеосын көргеніміз бар. Енді сол туралы сұрайын деген едім, несіне победамды арнаймын дейді. Қалайсыз Балсахан, қайырлы күн. Енді жылауға дейін барған деген кішкене ұя болатын сияқты. Сен қайсы қызды айтып жатсың? Қайсысы оны шатасатындай дәлелдейсіз ба? Иә, сондай болып тұр. Жоқ, енді құрсын, Айгерім не қылды, жаңа келіп отырмын, сразу жағадан алып атқаның не? Негізі андай ғой, ортаға мән берсеге, ешқандай ештеңе жоқ. Ортада бәрі идеально болып тұр. Просто алдында сен неге